Президент сайлауын өткізу жөніндегі Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің бастамасына еліміздің түкпірінде қолдау көрсетілуде. Осыған байланысты бүгін бірқатар ірі кәсіпорындар ұжымдарында, жоғары оқу орындарында арнайы үндеулер қабылданды. Қазмырыш зауытында ауысым шебер болып істейтін Сергей Серовқа жас болса да үлкен міндетпен жауапкершілік жүктелген. Әрбір ауысымда өңделіп, өндірілген дайын мырышты қабылдап, экспортқа жіберілгенге дейін жауапты. Сондықтан ол кәсіпорын қаншалықты қарқынды жұмыс істеп тұрғанын күн сайынғы өндірілген өнімге қарап біледі. Жас маманның айтуынша, өндіріс қарқынының тұрақтылығы зауытта жұмыс істейтін 21 мыңнан астам адамның ертеңге деген сенімін одан әрі арттырады. Индустрияландырудың алғашқы 5 жылдығын нәтижелі аяқтаған қазақ елі енді қолға алынған ірі жобалардың да кедергісіз іске асарына сенімді. Өйткені тұрақтылық бар елде кез келген іс нәтижелі болмақ. Ал зауыттағы қарапайым жұмысшылар президент сайлауы туралы Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасы бұл дер кезінде жасалған ұсыныс деп түсінеді. Қазір әлемнің көптеген елдерінде экономикалық құлдыраулар байқалуда, ал мұндайда біздің мемлекетке тұрақтылық керек. Біз осының алдында, яғни 2007-2009 жылдардағы жағдайдан қалай өттік? Бүгін ертеңде солай еңсереміз деп сенемін. Біз Қазақстанның азамат ретінде бүгінгідей тұрақтылық ертеңде болуын қалаймыз, және біздің балаларымыз да осылай өмір сүру керек. Өкінішке орай әлемдік экономикада болып жатқан жағдайдан біздің елді бөле жара қарастыруға болмас. Сондықтан қазір тәжірибеге сай тұтастығымызды көрсетуіміз керек. Бар күш-жігерімізді жинап, ұлт көшбасшысының жетекшілігімен қолға алынған жобаларды жұмыла жүзеге асырсақ, кез келген қиындықты жеңеміз. Сыр өңірдің күрішшілері президент сайлауын өткізуге қолдау білдірді. Ала жаздай тер төгіп, ел ырысын еселеген диқан қауым Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысын орынды әрі дер кезінде жасалды деп есептейді. Мәселен, еңбек ері Абзал Ералиев жетекшілік жасайтын күріш өңдеу зауытының 1000-нан астам жұмысшысы бұл бастаманың мемлекет мүддесін қорғауға бағытталып отырғанын айтады. Яғни мемлекет дамуына негіз болар стратегиялық жоспарларды орындауға ел болып кірісер шақта маңызды саяси науқанның неғұрлым ертерек өткені дұрыс деген пікір білдірді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы әлеуметтік экономикалық және саяси реформаларды жүргізуде үлкен жетістікке жетіп отыр. Бұны әрине халықаралық қауымдастық көріп біліп мойындап отыр. Сыртта болып жатқан көршілес мемлекеттерде болып жатқан қақтығыстар бар. Сол жерде дүниежүзілік әлеуметтік экономикалық жағындағы дағдарыстарды көріп біле отыра, біз кешегі Қазақстан халқы ассамблеясының кеңесінің сайлау жөнінде жасаған ұсынысын толық қолдаймыз. Халық ассамблеясының үндеуін қолдаймын. Себебі алдымыздағы көптеген бағдарламалар, көптеген жұмыстар күтіп жатыр. Осының бәрін биыл осы президенттің несін өткізсек, сайлау келесі жылы сол нақты сол жұмыстарға бет бұрамыз деп ойлаймын. Кезінде Арал теңізінен небары 400 тонна балық ауланған еді. Бүгінгі күні бұл меже 8000 тоннаға жетті. Балықшы қауымның байырғы кәсібін жандандыра түсуде Сарат жобасының зор ықпалы болғаны сөзсіз. Ендігі меже ғасыр жобасының екінші кезеңін жүзеге асырып, балық өнімділігін 4 есе арттыру. Қазіргі әлемдегі экономикалық қиындықтар кезеңінде Қазақстанның даму қарқынын бәсеңдетіп алмас үшін президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс орынды жасалып отыр деген пікір білдірді Сыр өңірдің шаруалары. Әр президент өзінің ертең ұсынысында, өзінің бағдарламасында осы алдымыздағы 5-6 жылдың мұғдарындағы жұмысын айқындайды. Осы халықты алға тарту мақсатында президент ертерек сайланып, өзінің жұмысын айқындап, мына халықпенен бірігіп жұмыс жасаса. Президент сайлауын өткізу жөніндегі Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің бастамасын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері де толықтай қолдайды. Бүгін олар осыған байланысты арнайы үндеу қабылдады. Біздің қатарымызда 11 мың студенті бар. Сұңқар студенттер кәсіподағында назардан тыс қалып отырған жоқ. Біздер ертеңгі ел болашағы үшін қызмет ететін жастарымыз. Осы тұрғыда бізде Қазақстан халықтары ассамблеясының кешегі жолдаған елбасымыздың сайлау туралы үндеуін толықтай қолдаймыз. Енді өзім жеке басым айтатын болсам толықтай қолдаймын, өйткені осы елбасымыздың жүзеге асырып жатқан бүкіл саясаты бастап алды, елбасынан. Яғни біздің мемлекетіміздің гүлденуі, онда болып жатқан барлық саяси, экономикалық жағдайларға біз белсенді түрде атсалысуымыз келеді. Қайрат Әбілқасұлы аймақтағы тілшілер көмегімен.